Биғожин Қайрат Ерболатұлы 1964 жылы 19 қаңтарда Қарағанды облысы Шет ауданы Ақсу-Аюлы ауылында қызметкерлер отбасында дүниеге келген. 1981 жылы Максим Горький атындағы орта мектепті бітіріп, 1982 жылға дейін Орджоникидзе атындағы шаруашылықта еңбек етті. 1982-1984 жылдар аралығында қарулы күштер қатарында азаматтық міндетін атқарып келген соң, Шет аудандық жасөспірімдер мен балалар спорт мектебінде жаттықтырушы. 1985 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің физика факультетіне оқуға түсіп, 1990 жылы физика факультетінің ғылыми өндірістік бөлімін, 2003 жылы Қарағанды экономикалық университетінің мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша бітіреді. 1991-1994 жылдар аралығында техниктер станциясының директоры. 1994 жылдан бастап 2018 жылға дейін аудан орталығындағы алдыңғы қатарлы мектептердің бірі Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының директоры болып 25 жыл бойы қызмет атқарды. 2018 жылдан бастап Қазақстандық оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағының Қарағанды облыстық ұйымы қоғамдық бірлестігінің Шет аудандық комитеті филиалының басшысы. 2023 жылы наурыз айында аудандық мәслихаттың 8-ші шақырылымның депутаты болып сайланды. Қайрат Ерболатұлы 40 жыл өмірін осы білім жолына арнады. Білімді де білікті, адал басшы, прагматик, ғұмырын ұрпақ болашағына арнаған белді азамат, ұлағатты ұстаз танитын едік. Барлық ғұмырын ұлтына арнаған, мектеп өміріне жаратылған тұлға екендігін дәлелдеген азамат бола білді. Туған елге деген сүйіспеншілік арқылы парасатты да рухы биік ізбасарларын, шәкірттерін тәрбиелеп шығарды. Жанашылдық үрдісте жұмыс атқаруда Қайрат Ерболатұлының жетелеуімен мектеп гимназия статусына ие болды. Мектеп өміріне заманауи өзгерістер енгізді. Педагогикалық ұжым облыс, республика көлемінде ең үздік мектеп атанып, басқа да едәуір жетістіктерге қол жеткізді. Бірнеше жыл қатарынан ұстаздар облыс әкімінің сыйақысының иегерлері атанды. Әр деңгейде өтетін байқаулар мен сайыстардың жеңімпаздары атанды. Білім сапасына баса назар аударып, бірнеше жыл қатарынан мектеп түлектері аудан көлемінде ұбт қорытындысы бойынша жоғары 113 орта балл сапасын көрсетті. Пән олимпиадаларында, ғылыми жобаларда мектеп оқушылары аудан, облыс, республика көлемінде жеңімпаз атанды. Ең бастысы, бала бағбаны мамандық таңдауда жол көрсеткен, әр балаға мотивация мен талап қоя білген, халық баласының грант иегері атану үшін еңбегін сарп еткен жан. Ата-аналардың да тілін тауып, балаларының дұрыс пән таңдауына да себепші бола білген. Мектептің болашағын көрегендікпен дамуын жоспарлап, кадрларды дұрыс таңдап, сапалы білім үшін күрескен жан. Қайрат Ерболатұлының «Болашақ мектеп моделі» атты кітапшасы жарық көріп, шығармашылық есебі озат тәжірибе ретінде аудан көлемінде таратылды. Мектептің жалпы ауданның білім саласының дамуына қосқан үлесі үшін 2003 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен, 2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының дипломымен, 2008 жылы Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері белгісімен, 2011 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл мерекелік медалімен, 2015 жылы Қазақстан Конституциясына 20 жыл мерекелік медалімен және білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін белгісімен, 2016 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медалімен, 2017 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ыбырай Алтынсарин белгісімен, 2020 жылы Шет ауданы білім саласының құрметті қызметкері төс белгісімен, 2021 жылы Қарағанды облысының білім басқармасының құрмет грамоталарымен, 2023 жылы
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі еңбек ардагері медалімен, Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар Федерациясының алғыс хатпен және Аманат партиясының алғыс хатымен марапатталды.